Сосын Конгресс бәлен күні қабылдаймыз дейді. Олар тарс етіп Алматыдан жаңа визадарын алады. О кезде одан үй, банк ақша, кіріс, табыс, залог ештеңке сұрамайды. Сақылдатып визасын алғызамыз да, бәрін жаңа билетті алдырамыз да, мына жаққа әкелеміз. Мына жақта Конгресстің қабылдайтын күнін келісеміз. Алдын ала қонақ үйді жалдаймыз, немесе жаңағы тіпті керек десең ақшаны өндеу үшін шеттеу жақтан қонақ үй, шеттеу жақтан анау не дейді, анау хостел, арзан үйлер жалдаймыз. Қазан ошақты сатып аламыз да, тіпті кезектесіп, сол бір аптеде болса, не 10 күн болса, сол картап қуырып, балықпен, тауықтың окорашкамен ақ күн көрсек болды. Бастысы Конгресске кіру, болды. Конгресске кіріп болғаннан кейін, сосын жаңағы Лондон соты сияқты сот болады, камерадан қоямыз, жаңағы ғалымды алдырамыз. Күні түні видеоны салып отырамыз кетіп. Жаңа қымбат телефондарын аламыз да, жаңағы бастаймыз да, оны тікелей эфирден, ютубтен, фейсбуктен, инстаграмнан оны жібереміз. 3 штатив, 3 телефон, немесе 4 штатив, 4 телефонмен жан-жақтан ұқсамаған каналдармен жүргізіп қоямыз. Болды. Тікелей эфир ол кетеді, сапалы камерамен түскен ол кетеді. Сонда бір жолда 2 жұмысты істеп тастаймыз. Міне. Болды емес пе? Тарихтағы болмаған жұмысты істеп тастаймыз. Ал сосын бүкіл дүние жүзі, Шыңжаң мәселесі, Атажұрт мәселесі, өз жерде қазақтың бар екендігі, қазақ жер екендігі өлтіріп тұрып айтып тастаймыз. Болды. Бүкіл медиада жүреміз. Бұнда 50 адамдық куәлікті ешкім істемейді. Американың оқиғасының өзінде бұл тарихта қалады. Бұл жерде 2 жұмыста, біріншісі ана 50 адамға очередсіз, кезексіз, банк справкасы жылжымайтын мүлкі анау мынау дегізбей тұрып 50 адамға виза шешу. Конгресстен оларға жаңа саяси шақырту алдыру, немесе парол алдырту. Бұл бірінші кезекте. Осыған арнайы адам жұмыстанып, Конгресстің бәрін есіктесін қолын қойғызту керек. Жаңа көші-қоннан жіберту керек. Мына Америка өкіметіне куәліктен өтеді деп. Бұған шидіңізді жин керек. Егер мен оған алдын ала ақша бермесем, олар қозғалмайды. Бұл кәдімгі сен дүкенге кіріп, 100 теңге бердің, 100 теңгеге жарты литр су алған сияқты. Сен бересің, ол береді. Болды. Бұл жерде де сондай. Осындай істейміз деп қағазға жазып, келісіп тастай қылып, осының бәрін істе деп қолын ақша береді кесің. Ол ақша бермей, олар қозғалмайды екен. Сол 50 адамның ішінде өзіңнің құжаттарыңды, қарындасыңның құжаттарын бәрін жасап жіберейік. Invitation letter жасап жіберейік. Керек десең қарындасыңа да өзіңе де парол жасатып жіберейік. Парол дегенді жазады, мынау виза емес деп. Болды. Сен одан кейін тіпті Ерлан былай келсуге болады, Ерланбай. Осыған кеткен бүкіл тебенді егер өткізіп, өте табысты түрде өткізіп болсам, бүкіл қонақ үй жалдаған, лауфырымге төлеген бәр бұл жерде қолға бермейді, карточкамен аударасын. Бәр кеткен шығынды есептеп, маған осындай бір азамат көмектесіп еді. Міне мен өстіп істедім. Мен сіздерден алдымен ақша жиғаннан ұялдым, бірақ міне осынша істедім, міне ақша, міне чегі, мынау бұлай деп тұрып жазып, енді осы ақшаны сол маған қарыз қалған азаматқа төлеп беріңдер, мен тубасын өстіп істеймін дегенде сенімді болған жоқпын. О кезде осындай істей алам деген жоқпын, міне істедім, бүкіл дүниеге дәлелдедім. Енді осы азаматтың өзіне жаңағы ақшаны қайтарып бер деп мен сөйлеп, оқиға болғаннан кейін сенің ақшаңды қайтарып бере аламын дедім. Мәселе қазір халық айғайлап ақша жиғаннан мен осы істі істей аламын ба деп қорқып отырмын. Алдымен істеп асам деймін да, ана 50 адамның визасын шешіп істеп асам деп тұрмын. Ешкім адамзат тарихында ешкім істемеген оқиға. Атажұрт істейміз соны. Соның сенің қолың болады о жерде. Оның бәрі керемет дүние болады ғой. Ұлт үшін, ана жер үшін ертеңгі, ұрпақ үшін, мына 5 жылдық істеген нәтиже ең биік шыңы бұл деген.